Қайрат Боранбаев пен Флорентино Перес арасындағы матчта енді білмеймін енді. О, Флорентино Перестің енді бағы басым ғой енді, ол қанша дегенмен ақшасы көп, Еуропада тәжірибесі мол. Сол матчқа билет іздеп жатқанмын. Телефонға тыныштық жоқ. Ой, кәдімгі. Енді Реал Мадрид ол чемпиондар лигасында кеше итшілеп жүріп, 2 пенальти теуіп, ұялмай кәдімгі ұтты. Дұрыс па? Дұрыс. Сүйреді ма сол матчта, айтшы сен өзің? Уже автоматом кете береді ғой, төрешілердің өзі ше, базовый настройки ғой кәдімгі. Кеңкелес болып қаламыз онда? Кеңкелес болып қалады. Пенальти бермейтін жерде бере береді. Беретін жерде бермейді, жынды болып қалады. Ана Марсель күйіп кетті. Ойыншылар, хотя бы ничего ойнауға лайықты едік деп отырды енді. Бермей қойса болады ғой сол пенальти. Реалға да іштен кетпейді ғой, ничего ойнаса да жетеді ғой Реалға ше, мысалға да. Бірақ әйтеуір төрешілер беріп тұрғаннан кейін Мбаппе теуіп тұр енді. Оны не істейсің енді. Риза болып жүр. Менің ойымша енді Қайраттың бұл жердегі жалғыз мақсаты осы ойында енді гол салу деп ойлап отырмын. Реал Мадридтің қақпасына гол соққан тұңғыш қазақ болып, Дастан Сәтбаев атанып кете ма деген ой болып тұрды. Реал Мадрид қақпасына гол соққан тұңғыш қазақ деп ескертіш қойып жіберсек. Мырынский деп тұрмасын. Тұңғыш қазақ. Сондықтан легионер жігіттер айналайындар, өздерің салыңдар деп қойса.